Сәлем достар, қалайсыздар? Каналыма тіркеліп қолдау білдіріңіздер. Бірге 1000 оқырманға жетейік. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Әлия өзінің нағыз махаббатын тапқанына әрқашан сенетін. Шыны керек, айналасындағылардың бәрі де солай ойлады. Ол мен Жаслан университетте оқып жүргенде танысқан. Олар жас, қиялшыл және бір-біріне ғашық еді. Алғашқы кездесуден-ақ олардың арасында ерекше бір байланыс пайда болды. Олар күнде көрісіп, тек сабақ қана емес, армандар мен қорқыныштарында бөлісті. Бұл сезімнің беріктігі сондай. Олар көп ұзамай шаңырақ көтеруге бел буды. Көбісі мұны ерте деп санаса да, олар үшін бұл әлемдегі ең дұрыс шешім болып көрінді. Басында бәрі керемет еді. Олар бір-біріне қолдау көрсетіп, тіпті үйленгенше пәк болып қалуды ұйғарды. Жаслан өте жауапты жігіт болатын. Студент кезінен-ақ веб әзірлеуші болып жұмыс істеп, Әлияға жайлы өмір сыйлау үшін тынымсыз еңбек етті. Ол кез келген әйел армандайтын, қамқор, ақылды, сыпайы және шын ғашық ер азамат еді. Ал Әлия болса, еркіндікті сүйетін, мансапқа немесе болашаққа бас қатырмайтын жан еді. Оның тұрақты жұмысы болмады. Ол көбіне әлеуметтік желілерде отырып, достармен араласуды ұнататын. Жаслан компьютер алдында жұмыс істеп тер төккенде, Әлия үй шаруасымен айналысып, жаңа трендтерді бақылап отыратын. Басында бұл ешқандай қиындық тудырмады. Жаслан әйелін қамтамасыз ете алатынына мақтанатын. Бірақ уақыт өте келе үйлену тойының қызығы басылып, күнделікті тіршілік басталды. Әлияның ішінде мен өмірімнің бір кезеңін өткізіп алған жоқпын ба деген сұрақ туындай бастады. Достарының қыдырғанын, саяхаттағанын көріп, өзін тордағы құстай сезінді. Ішіндегі бостықты толтыру үшін ол әлеуметтік желілерге көбірек үміле бастады. Бірде Instagram парақшасын қарап отырып, ескі мектептегі құрбысы Сабинаға кезікті. Сабинаның өмірі өте қызықты көрінді. Олар хат жазысып, пайта табысты. Сабина оны Тайыр есімді жаңа жігітімен таныстыру үшін қонаққа шақырды. Бір күні Жаслан маңызды жиналысқа кеткенде, Әлия ерекше сәнденіп, Сабинаның үйіне барды. Сол жерде ол Тайырмен танысты. Тайыр өзіне сенімді, харизматикалық жігіт екен. Кенет Сабина бір маңызды шаруамен сыртқа шығып кетіп, Әлия мен Тайыр үйде оңаша қалды. Арадағы әңгіме тез өршіп, Әлия өзде байқамай қалды. Олар сүйісті. Сол сәтте ол бәрін ұмытты. Некені де, Жасланды да. Үйге оралғанда Әлия өзін мүлдем басқа адам сезінді. Ол бұл қателікті ұмытқысы келді. Бірақ Тайырдан келген хат бәрін өзгертті. Ол Жасланға жаттығу залына барам деп өтірік айтып, Тайырмен жасырын кездесе бастады. Ол өзін қайтадан тірі, тартымды сезінді. Алайда Жаслан аңқау емес еді. Ол Әлияның суып кеткенін, үнемі телефонына қарап күлетінін байқады. Жаслан жақындағысы келгенде, Әлия оны итеріп, «Маған кеңістік керек, сен мені тұншықтырып жатырсың» деді. Бұл Жасланның жүрегіне қанжар салғандай болды. Ол үнсіз қалды. Бірақ Жаслан Әлия күткендей әрекет етпеді. Ол айқайлаған жоқ, ұрыс шығарған жоқ. Ол жай ғана чемоданын жинап, үйден кетіп қалды. 2 күннен кейін Әлияға адвокат хабарласып, Жасланның ажырасуға арыз бергенін айтты. Әлия есеңгіреп қалды. Ол Жасланға қоңырау шалып кешірім сұрады. Бірақ Жаслан суық қана. Бәрі бітті. Пәтер менің атымда. Айдың соңына дейін босатуым керек деді. Әлияның барар жері болмаған соң, Шымкенттің шетіндегі анасының үйіне көшті. Ол Тайырдан пана таққысы келді. Бірақ Тайыр оның мұңын тыңдағысы келмеді. «Маған мұндай проблемалар керек емес» деп, ол да жоқ болды. Арада уақыт өтті. Бір күні Әлия әлеуметтік желіден Жасланның бақытты екенін көрді. Ол өз сияқты жұмыс істейтін, парасатты бір сұлу келіншекпен көңіл жарастырыпты. Әлия шыдай алмай, Жасланға тағы хабарласты. Бәрін басынан бастайықшы деп жалынды. Бірақ Жаслан нық дауыспен жоқ деп жауап берді. Ең соңғы соққы Жасланның үйленуге ұсыныс жасаған туралы сурет болды. Ол суреттің астына «Өмірімнің ең жақсы кезеңін бастауға дайынмын» деп жазыпты. Ал Әлия болса, анасының үйінде өткен іске өкініп, бағытынан адасып қала берді. Енді айтыңызшы, Әлияның орнында болсаңыз, мұндай жағдайдан қалай шығар едіңіз? Жасланның үнсіз кетіп қалғаны дұрыс па? Әлде бәрін ашып сөйлесу керек пе еді?